Халық қайырымдылық қоры ұсынады. Менің есімім Ян Чепмен. Мен Кулхэм қаласындағы термоядролық синтез энергиясы орталығынанмын. Көпшіліктеріңіз термоядролық синтез туралы естіген боларсыздар. Бұл күн жүйесіндегі ең үздік жалғыз термоядролық синтез реакторы. Ол тамаша және біз өмірімізде пайдаланатын қуаттың басым бөлігін өндіреді. Мына керемет бейнеден алып тастағым келетін жалғыз нәрсе, ол күннің қаншалықты екпінді әрекет етіп, ондағы көптеген нәрселердің орын алатындығы. Өйткені бұл маңызды емес. Шынында да, күннің беті үнемі қозғалыс үстінде. Сіз бұл жарқылдарда күннің бетінен шыққан осы әдемі алтын жіптерді, осы бір үздіксіз турбуленттілікті көресіз. Және ядролық синтезді зерттеу кезінде біздің жасауға тырысатынымыз да дәл сол. Яғни күнге ұқсас плазманы алып, оны осы жерде бөтелкеге бекіту. Меніңше термоядролық синтездің ең үлкен қиындығы оның тұрақсыздығында, тоқтаусыз қозғалысы мен ауытқуларында жатыр. Егер мен сіздерден күн жүйесіндегі ең ыстық орын туралы сұрасам, барлығыңыз дерлік күн деп жауап берер едіңіздер. Шын мәнінде, күн жүйесіндегі ең ыстық жер бұл Оксфордшир ауыл шаруашылық жерлерінің ортасында орналасқан мына ұшақ жай. Біз күн сайын дерлік күн температурасынан 10 есе, Цельсий бойынша 150 миллион градусқа дейін қыздырылатын отын шығарамыз. Және бұл күлкілі естіледі. Өйткені оған қол жеткізу мүмкін емес. Шын мәнінде бұл ең жеңіл бөлігі. Қыздыру мүлдем проблема емес. Ал плазманы тұрақты күйде шектеу және сақтау мәселесі қиындық тудырады. Бұл біздің бүгінгі әңгімеміздің басты тақырыбы болмақ. Мен күн алу үшін күн сайын не істейтінімізді айтпақшымын. Яғни, күннің орталығында орын алатын синтезді алып, осы процесті жерде қайталау, яғни магнитті бөтелкеде плазманы тұрақты және қозғалыссыз ұстайтын тор жасау. Жаңағын айтып өткендей, көпшіліктеріңіздің термоядролық синтез туралы хабарыңыз бар, немесе естіп жүрсіздер. Және көпшіліктеріңіз оған қол жеткізуге 30 жыл қалды деген байырғы және жиі қайталанатын болжауды естіген шығарсыздар. Бірден айта кетейін, әңгімеміздің соңында сіздердің тараптарыңыздан қойылуы мүмкін термоядролық синтезді күнделікті өмірімізде қашан пайдалана алатындығымыз туралы сұраққа мен жауап бере алмаймын. Кристиан оның достары зерттеуге неліктен осыншама көп уақытын жұмсайтындығын сұрайды екен. Басқа салада жүрген менің өзіме осындай сансыз сұрақтар кеп түсіп жатады. Шамасы бұл барлық ғылыми зерттеулерге тән шығар. Сонымен, әңгімеміздің арқасында аталмыш салада кейбір табыстарға қол жеткіздік деген ой түйесіздер деп үміттенемін. Термоядролық синтез әрдайым болған, және ол үнемі шексіз отын көзі пайда болады деген адамзат үмітіне айналған. Бірақ бұған жету шынымен қиын. Талап етілген 30 жыл туралы әзіл де бар. Осы саладағы кейбір жетістіктер туралы сіздерге толығырақ айтып берем деп үміттенемін. Мен ғылымның шынайы бейнесі мен оның көптеген техникалық міндеттерінің бірі туралы өзгертпей қаз қалпында жеткізбекпін. Сонда ғана сіздер жұмыс бағытымен алдағы 30 жылдан неге қол жеткізетініміз жайында толық мағлұматқа қанық боласыздар. Осыдан жарты ғасыр бұрын Эддингтон күннің қалай жұмыс істейтінін және оған энергияны не беретінін түсінді. Бұл резервуардың барлық заттарда молынан кездесетін субатомдық энергиядан еш айырмашылығы жоқ. Біз кейде адамзаттың оны өз қажеттіліктері үшін шығарып, пайдалана білуін армандаймыз. Бұл энергияның көзі шексіз дерлік. Тек оны пайдалану мүмкін болса деп жаздық. Маған соңғы бөліктегі егер оны пайдалану мүмкін болса деген дәйек сөз қатты ұнайды. Бұл менің және біздің компаниямыздың барлық қызметкерлерінің міндеті. Біз осы энергияны, аталмыш қуат көзін жаңғыртып, оны адамзаттың пайдалануына беруге тырысамыз. Енді мен сізге мұны қалай істейтінімізді айтып беремін. Біз сутектің екі изотопын аламыз. Бұл ауыр сутегі болып табылатын дейтерий, және одан да ауыр сутегі тритий. Біз бұл екі изотопты бір-біріне қарсы қоямыз. Соқтығысы өте жоғары жылдамдықта жүреді. Бұл изотоптардың қатты жылдамдық пен температураға дейін жеделдетілгені сонша, тіпті олар бір-біріне қосылып бірігеді. Бұл мен көрсететін жалғыз формула, Эйнштейн формуласы, Е МЦ квадратына тең. Бұл реакцияның екі элементтерінің салмағы, яғни сол жақта дейтерий және тритий реагенттері оң жақ реакциядан алынған элементтердің салмағынан аз. Кешірім өтінем. Сол жағындағы салмақ оң жағындағы салмаққа қарағанда үлкен.
Сонымен, бізде гелийдің альфа бөлшегі мен нейтрон бар. Және нейтрон энергияның көп бөлігін өзіне алады. Бірақ реакцияның түпкілікті өнім салмағының төмендеу фактісі энергияның бөлінуін көрсетеді. Шын мәнінде, дейтерия мен тритийдің синтезі кезінде алынатын энергия шамадан тыс жоғары. Бұл қазіргі уақытта жұмыс істеп тұрған реакторларға түсетін радиоактивті ыдыраудан алынатын қуақта қарағанда үлкен энергия. Мәселен, егер бірнеше қарапайым сандарды қоссақ және жаңа айтылған реагенттердің бірнеше грамын құрайтын тек бір мольден қанша энергия өндіретінін білсек, яғни бірнеше граммнан тераджоули энергия аламыз. Бұл энергия менің қалған өміріме жетеді. Энергияның бұл көлемін біз үлкен ресурстарды қажет етпейтін салыстырмалы түрде қолжетімді отынның аз мөлшерінен аламыз. Яғни су ваннасы мен ноутбукқа арналған 2 литийлі батареямен бүкіл өмірім үшін отын өндіруге жеткілікті болады. Сондай-ақ, менің американдық екенімді және 10-20 киловатт сағат көлемінде жанармай жағатынымды ескере отырып, ол отын 120 жылға дейін жететінін айта кетейін. Қазіргі уақытта біз отынды және энергияны көмірден қалай алатындығымызды салыстыратын болсаңыз, бұл энергия шамамен 1600 қоларба көміріне тең келеді. Бұл алынған энергия көлемі мен оны алу құны арасындағы айырмашылықты түсінуге мүмкіндік береді. Біз жанармай тауымен салыстырғанда бірнеше грамм отын туралы айтып тұрмыз. Осылайша алынған өнімнің пайдалы іс-әрекет коэффициенті өте жоғары. Сізге осындай энергияны алу үшін көп отын қажет емес. Ал мына жанармай біршама көп. Мысалы, су, бізде су көп. Сондай литий жер қыртысында көптеген литий бар. Және біз оны ноутбуктерге арналған батареяны дайындаудың орнына энергия алу үшін өндіріп пайдалана аламыз. Әттең тонның келтесі дегенде. Болашақ жарқын көрінгенімен, термоядролық синтез процесі өте күрделі. Синтезді алу үдерісінің қиыншылығы гравитацияның күндегідей болмауында болып тұр. Күн үлкен жұлдыз, оның гравитациясы отынды сығып және бір мезгілде оны қыздырады. Синтез жүреді. Жерде ондай гравитация жоқ. Сондықтан біз отынның қозғалуын жылдамдатуымыз керек. Дейтерий мен тритийдің екеуі де оң зарядты. Химиядан есіңізде бар шығар. Оң зарядталған элементтер бір-бірін тебеді. Сондықтан оларды бір-біріне жақындату үшін шамамен 10-нан -14 метрге дейінгі арақашықтық жеткілікті. Бұл өте жақын. Оларды тебу күштерін жеңе алу үшін оларды керемет жылдамдықпен жеделдетуге тура келеді. Егер оларды жақындату мүмкін болса, онда бір-біріне жақындағаннан кейін қыздыру мүмкіндігі туындап, синтез процесі басталады. Осы үрдіс барысында энергия өндіріледі. Бізде осындай ауырлық күші жоқ. Ал күнде бар. Оның ядросында шамамен 15 миллион градус. Алайда бізде ондай гравитация жоқ, және біз бөлшектерді шамамен 150 миллион градусқа дейін қыздыруымыз керек. Осы нүктеде отын плазма деп аталатын материяның 4-ші күйіне айналады. Яғни алдымен қатты дене сұйықтыққа өтіп, қосылатын энергия оны газға түрлендіреді. Тағы энергия қосып плазмаға айналдырамыз. Плазма ионизирленеді және барлық бөлшектері зарядталады. Бізде иондар мен электрондар бар. Олардың барлығы зарядталған және магнит өрісін сезеді. Бұл қолымыздан келетін жалғыз нәрсе. Оларды магнит өрісіне орналастыра аламыз. Олар магнит өрісінің бағытын ұстанады және осы магнит өрісі арқылы шектеледі. Біздің айналысып жатқан ісіміз дәл осы. Синтезді қалай қауіпсіз етеміз? Бізде гравитация болмаған кезде оны жерде қалай жасауға болады? Біз Оксфордширге жай ғана күнді алып, оны қоя алмаймыз. Оның орнына біз магнитті катушкаларды пайдаланамыз. Сым арқылы тоқ жіберсеңіз, әңгіменің не жайында екенін түсінесіз. Мұнда сым орауышын көріп тұрсыз. Біз тоқты осы катушкалар арқылы екі бағытта жібереміз. Бұл сым арқылы өтетін тоқ магнит өрісін тудырды. Магнит өрісі ток ағынының бағытына перпендикуляр. Демек, сізде осыған ұқсас катушкалар бар болса, ток сол арқылы магнит өрісін туғызады. Магнит өрісінің желісі бұл бөлшектердің электрондар мен иондардың магнит өрісінің артынан еретіндігін білдіреді. Келесі қадам бұл катушканы бөгеу. Яғни біз өзіміздің катушкаларымызды сақинаға айналдырамыз да, отын шеңбер бойы қозғалысын жалғастырады. Бұл біз қолданатын плазмалық шектеу құрылғысы деп аталады. Нақты өмірде құрылғы сәл күрделі, бірақ аса қиын емес. Барлығын егжей-тегжейлі айтып беруге рұқсат беріңіздер. Бізде магнит өрісінің тороидальдық катушкалары деп аталатын осы үлкен көк катушкалар бар. Бұл туралы 1 минуттан кейін толығырақ айтып берем. Бұл латын Т түріндегі катушкалар сақинаға орналастырылады. Содан кейін солар арқылы тоқ жіберіледі. Өте жоғары тоқ. Бұл магнит өрісін туғызады. Бұл магнит өрісі содан кейін тороид деп аталатын мына тоқаштың айналасымен ұзақ жол жүреді.
Ал мына жерге біз отынды жайғастырамыз. Яғни бұл қызғылт пішінді пончик шын мәнінде отын болып табылады. Иондар мен электрондар негізінен осы пончиктің айналасында қозғалады. Қазір осы өрістің геометриясындағы шағын күрделену салдарынан электрондар мен иондар бір-бірінен алыстай бастайды. Олар жоғары, төмен қозғалатын болады және соңында жоғалып кетеді. Яғни тороидальды өріс плазманың жақсы шектеушісі болса да, ол оны мінсіз шектемейді. Сондықтан біз бұл өрісті жақсартуымыз керек. Жақсарту ретінде біз ортасына соленоид қосамыз. Бұл трансформатордың бастапқы орамасы. Трансформатор сіздің желіден кернеу алып, өзіңіздің үйіңізде қолдануға болатын кернеуді түрлендіретін көшенің соңындағы қорап. Орталықта бұл соленоидтың айналасында көп орамдар бар. Бұл сым арқылы біз өте күшті ток, көптеген мегаамперді жібереміз. Бұл өз кезегінде трансформатордың қайталама орамасында тоқты туғызады, және ол отын болып табылады. Ақыр соңында біз отын арқылы тоқ өткіземіз. Енді отын магнит өрісімен шектеледі және ол арқылы тоқ өтеді. Осындай жолмен біз индуктивтік тоқ алғандықтан, біз осы тоқ арқылы пайда болатын қосымша магнит өрісіне де ие боламыз. Магнит өрісі тоқ ағымына перпендикуляр екенін есте сақтаймыз. Сондықтан өріс пончик айналасында қысқа жолмен өтеді. Енді бізде екі біріктірілген магнит өрісі бар. Және қысқа. Екеуі бірге спираль тәрізді өрісті құрайды. Бұл керемет шектеу өрісі деп есептеледі. Бұл жағдайда жылдам иондар мен электрондар өте төзімді келеді. Ал енді мен сіздерге бұл туралы фильм көрсетем. Мен өзімнің оқушыларымның біреуінен бөлшектерді осы нүктеге жіберуді сұрадым. Реакторға кіргенде бөлшектер плазмаға айналу кезінде иондалады. Және осылайша біз иондар мен электрондарды аламыз. Егер біз бейнені қоссақ, біз бұл бөлшектердің осы шектеулі өрісте қалай қозғалатынына куә боламыз. Реактордағы плазманың қаншалықты тиімді айналып жүретінін көре аламыз. Бөлшектердің көп бөлігі бір бағытта қозғалыстарын жалғастырады. Олар айналуда, ал бір-екі бөлшек соқтығысып қозғалуын тоқтатады. Көбі бір бағытта қозғалады да бір сәтте бір-бірімен соқтығысып, бір-бірінен алшақтайды. Бірақ әдеттегідей төзімді, тіпті кері бағытта қозғалған жағдайда да біздің бөтелкеде қалады. Бұл бөлшектер шеңбер бойы айнала отырып, мыңдаған миллион бұрылыстар жасай алады. Міне, бұл біз ұмтылған нәрсе осы. Мұны қалай істей аламыз? Айтып өткенімдей синтезге 30 жыл қалды. Неліктен үнемі 30 жыл қалады? Егер біз 70-ші және 80-ші жылдарға қайтып оралсақ, онда суретте көріп отырған Кулхэм ғылыми орталығы Оксфордшир орталығында жаңа ғана басталған ұшақтардың ескі базасын көресіз. Ал қазір ол әлемдегі ең ірі, қазіргі сәтте термоядролық синтезді алу жобасы. Бірақ бұл термоядролық синтезге зерттеу жүргізілген сәттен бастап, 70-ші және 80-ші жылдарда тіпті одан бұрын басталған. Алайда осы жерде біздің алғашқы тороидальдық камералардың кейбіреулері ғана. Мұнда тоқ өткізілген катушканы көруге болады. Ол пончик айналасында ұзақ жолмен магнит өрісін жасайды. Бұл катушкалар үстелге орналастырылып, осындай өлшемдерден тұрды. Сізге түсінікті болуы үшін адамы бар сурет көрсетейін. Байқаған шығарсыздар, бұл конденсаторлармен жұмыс істейтін шағын ғана машина. Отын тек секундтық қысқа үлестерге шектелді. Микросекундтар сияқты, яғни ұзақ уақытқа созылмақ. Бірақ бұл көлем токамактың ішіндегі отынды жылыта алатындығын және ұстай алатындығын дәлелдеу үшін жеткілікті болды. Ескі машина мәліметтері қалай талданғанын көру үшін мен мұрағаттардағы газет бағанасын тауып алдым. Бұл мақала маған қатты ұнайды. Себебі газет шыққан күні менің әйелім дүниеге келген. Бұл оқиғаның бір ұрпақ бұрын орын алғандығын еске салады. Міне, деректер бұрын осылай талданды. Біз осциллографтар кестелерін және бүйірлік беттегі жазбаларды көре аламыз. 70 және 80-ші жылдары мәліметтерге талдау осылай жасалған. Ал қазіргі уақытта бұл қалай жүзеге асады? Бұл атын біріккен еуропалық токамак қойған әлемдегі ең ірі джет эксперименттік ядролық синтез реакторы. Ол бүкіл Еуропаның атынан Ұлыбританияда жұмыс істеді. Брекситтен кейін оның тағдыры қандай боларын кім білсін? Бірақ бүгінгі күні біз оны әзірге Еуропада барлық еуропалық серіктестеріміздің атынан басқарып отырмыз. Және серіктестер әрине эксперименттерге қатысып, үнемі өткізеді.
Енді бұл машина ауқымы бойынша әлде қайда үлкен. Мұнда ешкім жоқ, бірақ бұл шкаф мұздатқышы бар тоңазытқыш сияқты бірдей мөлшерде. Бұл шамамен менің бойыммен бірдей. Көлемі сізге түсінікті болсын деп айтып жатқаным ғой. Және бұл біз көргеннен гөрі әлде қайда үлкен машина. Сондай-ақ осы уақыт ішінде технология айтарлықтай ілгерілей бастады. Сондықтан мен көрсеткен алғашқы Тоска машинасы жай қысқа импульсті конденсаторлармен жабдықталған және өте арзан әрі сапасыз құрастырылған. Технология ұзақ жолдан өтті. Бұның бәрі машинада көптеген ондаған мың компоненттердің болуына байланысты. Таяуда оларды роботтар орната бастады. Бұл жерде машинаның жанындағы адамды көреміз. Бұл жігіт автокөліктен шамамен 50 метр қашықтықта орналасқан және ешқашан нақты бұрауышты көтермейді. Бірақ ол машинаның үстіндегі роботталған жыланды басқарады. Бұл жылан шын мәнінде екеу, біреуі екінші жағында. Бір жылан барлық компоненттер мен құралдарды тасымалдауға арналған екіншіге бағынады. Фотосуреттегі бұл жігіт роботты басқарады. Оның алдында көптеген камералар бар және ол барлық компоненттерді машинаға орнатады. Сізге машинаның барлық күрделілігін көрсетемін. Осылайша сіз төменгі жағында қанша кішкене компоненттер бар екенін көре аласыз. Машинаның айналасында жүздеген мың плиталар бар. Осы плиткалардың әрқайсысына робот камера орнатқан. Бұл осциллографты робот арқылы толығымен құрастырылған машина мүмкіндігімен салыстыру арқылы техниканың қарыштап дамып кеткендігіне көз жеткізесіз. Сонымен сала дамып келеді. Үлкен қарқынмен. Және ол жұмыс істейді. Іс жүзінде дейтерия мен тритий синтезі 1997 жылы біздің қауымдастықпен жасалды. Көп жағдайларда біз дейтерияны қолдандық. Тритий өте қымбат, сондықтан біз тритийді сирек пайдаланамыз. Реакторда біз өзіміз оны көбейттік. Бұл мінсіз болар еді, өйткені біз шығындар туралы алаңдамадық. Дегенмен, қазіргі заманғы машиналарда оны көбейтпейміз, сондықтан оны басқа көздерден алуымыз керек. Алайда оны пайдаланған кезде 16 мегаватт жетте өндіргенімізді көруге болады. 16 мегаватт бұл ақылға қонымды энергия мөлшері. Бұл коммерциялық емес энергия. Оны желіде ешқашан пайдаланбайсыз. Әлбетте, бірақ ол ақылға қонымды энергия мөлшері. Мәселе мынада, бұл 16 мегаватт 25 мегаватт есебінен жасалды. Олар машинаның жұмысына жұмсалды. Сондықтан ешкім бұл үшін ақы алмайды. Сосын, бұл ауқымды мәселе. Егер сіз реакторды үлкен қылып салсаңыз, онда отын ұзақ уақыт сақталады және синтез энергиясының өнімділігі жоғарырақ болады. Біз шын мәнінде не істеуіміз керек? Бізге үлкен машина жасау қажет. Және дәл қазір біз соны істеп жатырмыз. Біз джет көлемімен бірдей реактор жасаймыз. Алдағы 10 жылда жұмыс істей бастайды деп үміттенемін. Сонымен қатар 25 мегаватт жұмсап, оның орнына 16 өндіріп, ал келесі кезеңде құрылғы 50 мегаватты тұтынып, 500 мегаватт өндіретін болады деген жоспар бар. Энергия тікелей реактордан желіге түспейді, ол бұған арналмаған. Бұл тәжірибе жұмыс қағидасын тәжірибеде тексеру. Егер біз оны растай алсақ, қазір күткендей, шығыста 500 мегаватт алатын болсақ, онда осы сәттен бастап, менің ойымша индустрия жаңа тыныс алып, осындай реакторлардың құрылысы бойынша күрделі жұмыстар басталмақшы. Алайда, алдымен бұл жұмыс істейтінін дәлелдеу керек. Біз дұрыс машина жасап шығарғанымызға сенімдіміз және ішкі процестердің бәрін жеткілікті түсінетініміздіктен жақсы деп ауыз толтырып айтуға болады. Алайда біз мұны көрсетуіміз керек. Алдағы 2 жыл ішінде машинаның дұрыс жұмыс істеуін көрсету үлкен міндет. Көп ұзамай мен сізге машина туралы көбірек мәлімет беремін. Бірақ алдымен күнделікті жаттығулар кезінде туындайтын техникалық проблемалардың үлгісін келтіргім келеді. Егер есіңізде болса, басында сіздерге күннің бейнесін көрсеттім. Оның беті үнемі қозғалады, үлкен турбуленттілік байқалады. Одан әдемі жіптер түзіледі. Бұл төтенше температурадағы плазма. Міне біз бұны зертханада істегенде, біз плазманы жоғары температураға дейін қыздырамыз. Біз ұқсас құбылыстарды байқаймыз. Сіз осы жіптерді, осы қосылған жіптерді жиектерден жыпылықтағандай көре аласыз. Мен кадрды тоқтатам, және көріп тұрғандарыңыздай бұл шын мәнінде ұзын бір жіп. Және ол магнит өрісі бойынша өте жақсы түзуленген. Сол сияқты күнде де болады. Бұл жіп магнит өрісін бақылайды. Барлық осы құбылыстар эстетикалық жағынан әдемі болса да, олар көптеген мәселелерді тудырады деп айтуға тиіспін. Бұл тізбектер олармен біршама энергияны алып жатыр. Осылайша бұл жыпылықтайды. Бұл жарылыс барлық отынның жинақталған энергиясының бірнеше пайызын алып жүруі мүмкін.
Францияның оңтүстігіндегі жаңа буын машинасында олар жиі пайда болады. Біздің ойымызша секундына бірнеше рет. Бұл жарылыс болған сайын 500 микросекундта 20 мегаджоульді алады. Сондықтан бұл үлкен жылу ағыны, және егер бұл ағын машинаның қабырғаларына соғылса, олар оны ұстай алмайды. Реактордың қабырғасының материалдары еруі мүмкін. Бұған жол берілмейді. Реттеуші орган бұндай жобаны мақұлдамайды және инвесторлар да разы болмайды. Сондықтан біз бұл мәселені шешудің жолын табуымыз керек. Біз 20 мегаджоульдің орнына осындай жарылыс болған сайын тек біреуі жоғалып кеткеніне көз жеткізуге тырысып көрдік. Бізде әртүрлі тәсілдер, көп түрлі идеялар бар еді. Ең табыстысы, менің ойымша, отын нашар ұсталу үшін өрістің сақталу қасиетін қасақана азайту. Бұған дейін суы бар стақанмен мысал келтірілді. Мен өзімдікіне аз ақша жұмсамақшымын. Өйткені біз тығыз бюджеттік үнемдеуде өмір сүріп жатырмыз. Мәселен, нөлдік шығыстағы демонстрация. Мен сіздің қиялыңызды пайдалануыңызды сұраймын. Мәселен, бұл жерде не орын алады? Мен ұқсас нәрсені су құйылған кастрөлді қолданғым келеді. Біз кастрөлді тақтайға қойдық, газды қосып, суды қыздырдық. Бұл термоядролық реакторда болып жатқан нәрсе. Біз энергияны ішінде ұстап, оны ортасынан қыздырудамыз. Сонымен су жылып жатыр, біз кастрөлдің қақпағын жабамыз. Бір сәтте қысым бір шама жоғары болады. Қақпақтың астында бу көбейеді. Соңында будың қысымының үлкен болатыны соншалықты. Қақпақ кастрөлдің бетінен құлайды. Бұл будың кастрөлден жергілікті шығындысы болады. Дәлірек айтқанда, синтез реакторындағы жарылыс кезінде де солай болады. Магниттік бөтелкедегі отынды біз жақсы шектедік, және біз оны қыздырамыз. Барынша күштірек. Бір сәтте қысым күшейеді, және біз осы кемшіліктердің біреуін көре аламыз. Егер жіп жарылса, жиегінен жанып, қысымның бір бөлігін жояды. Бірақ егер ас үйіңіздегі сіз бу шығарындыларын тоқтатқыңыз келсе, не істейсіз? Сіз газды сөндіре аласыз, ал суыңыз салқындайды. Алайда біз мұны қаламаймыз. Біз судың салқындағанын қаламаймыз. Өйткені бізге отынның өте қатты қызғаны қажет. Синтезді орындау үшін температураның бөліктері өте үлкен болуы керек. Сондықтан бұл тәсіл бізге жарамайды. Дегенмен сіз саңылау арқылы артық будың шығуы үшін қақпаққа клапан орната аласыз, немесе қақпақтың астына қасық қоя аласыз. Термоядролық реактордың да осылай жұмыс істегенін қалаймыз. Біз орталықтағы шектеу жиегін бері кететін тәсіл тапқымыз келеді. Өйткені ортасындағы отынның бір бөлігі өте ыстық. Осылайша жиектеріне қарай өріс күшін төмендете отырып, синтез пайда болады. Мұндай өзгеріс үлкен жарылыстардан құтылуға мүмкіндік береді, және бұл энергияның тыныш бөлінуіне әкеледі. Бұған осы катушкалар арқылы қол жеткізуге болады. ITER осы жасыл катушкалармен қамтамасыз етуді жоспарлап отыр. Олардың 27-сі бар. Орауыштар машина ішіне орнатылған, ал мақсаты пончиктің жиегімен өте кішкентай магнит өрісін жасайтынында. Яғни, қоршау өрісінің шетінде оның күші азаяды. Теориялық тұрғыдан мағынасы бар, бірақ біз жаңа өрісті іс жүзінде сынап көруіміз керек болды. Ал бұл Ұлыбританиядағы біздің машинамыз. Біздің болжамымызды тексеру үшін машинаның ішкі жағына 18 осындай шағын катушкаларды орнатты. Ал осы шағын жергілікті өрістер жұмыс істей бастаған кезде осындай қоршау конструкциялары пайда болады. Бұл біздің 10 жылдық бұрынғы есептеріміз. Шет жағындағы жолақтар жұмыс істеген кезде жапырақтарды еске түсіретін даланың шетіндегі осындай күлкілі құрылымдарды байқаймыз. Көпшілігі, бұл математикалық есептеулер, бірақ бұл ешқашан іс жүзінде болмайды. Біз ешқашан саусақтары сорайып шығып тұрған плазманы көре алмаймыз де. Мен де бұның мүмкін болатынына сенбедім. Нәтижесінде біз жаңа катушкалар орнатып, жаңа өрісті өлшеуге тырыстық. Егер бейнені айналдырсаңыз, үстіңгі оң жақта көре аласыз. Міне біз катушкаларға тоқ өткіздік. Осыдан кейін біз өрістен сорайып шығып тұрған саусақтар мен жапырақтарды көре аламыз. Мен ғылымды дәл осылай құру керек деп ойлаймын. Сізде идея бар, және сіз осы мәселені шешудің жолы деп ойлайсыз. Одан соң теорияны дайындайсыз. Сіз шешіміңізді орындаудан нәтижесі туралы болжам жасайсыз. Сонымен қатар, тәжірибе нәтижесі теориялық тұрғыдан күтілген нәтижеге сәйкес келетініне көз жеткізесіз. Және бұл сізге оны жасауды жоспарлап отырған келесі үлкен машинаға экстраполяциялауға деген сенімділік береді.
Мен бұл туралы айтқанды ұнатамын, өйткені ғылым дәл осы жолмен жұмыс істеуі керек деп ойлаймын. Бүгінгі әңгімелесуді қорытындылай келе, ИТЕР туралы айтқым келеді. ИТЕР құрылыста жүріп жатқан келесі үлкен машина. Біз ол 2020-2025 жылға қарай жұмыс істей бастайды деп күтеміз. Ол Францияның оңтүстігінде, Прованс қаласында салынып жатыр. Бір білетінім, біздің ғалымдарымыздың құлағына бұл түрпіді естілді. Бізге Прованс қаласына барып жұмыс істеуге тура келеді. ИТЕР көп жағдайда ерекше машина саналады. Оның құрылысы бұл нақты бюрократиялық сұмдық, бірақ бұл өте қызықты. Менің ойымша, бұл ең алдымен дайындалып өткізілген ең қызықты ғылыми эксперимент. Әрине, ең қымбаты да. Бұл сондай-ақ халықаралық деңгейдегі ең ірі жоба. Жоғарғы жағында елдердің туларын ажырата білсеңіздер, осы жобаға нақты ақша салатын барлық қатысушыларды көре аласыз. Бұл елдердің халқы әлем халқының жартысынан астамы. Бәлкім 100-ге асып жатқан ең ірі халықаралық жоба болар. Кейбір елдердің бір-біріне деген сенімсіздігіне және олардың арасындағы саяси деңгейдегі ынтымақтастықтың жоқтығына қарамастан, бұл жобаның барлық қатысушылары ынтымақтаса жұмыс істейді. Мұның бәрі бұл мәселенің өте маңызды екеніне байланысты. Және көптеген адамдар оны басты міндет деп санайды. Қатысушы елдердің кейбірі өздерінің конституциясында синтез энергиясын жеткізетінін енгізді. Сондықтан бәрі бұған өте салмақты қарап, қаржылай инвестициялайды. ИТЕР көрінісі мынадай болады. Оң жақта джет жанында орташа биіктікте адам бар. Сол жағында ИТЕР және төменгі оң жақ бұрышында адам көрінеді. Бұл оның қаншалықты үлкен екенін елестетуге мүмкіндік береді. Бұл өте күрделі реактор. Сонымен қатар өте қымбат. Жобалау және салу өте қиын. Сондықтан құрылысы аяқталғанға дейін тағы 10 жыл бар. Бірақ жоба жұмыс істейді. Мен бұл фотосуретті Прованстағы құрылысты алғаш рет көрген кезде жасадым. Сонда бұл тек үлкен шұңқыр еді. Әсерлі естілмейді. Суреттегі мына адам динамит орнату үшін шұңқырға түсіп барады. Шұңқырдың ауқымын осыдан ақ байқауға болады. 2 жылдан кейін шұңқыр бетондалып, сейсмикалық қорғаныс орнатылды. Өйткені 15 миллиардтан астам фунт тұратын жобаның құрылысына кірісіп, ал бұл өте қымбат. Оның үстіне объектіні сейсмикалық белсенді аймақта салып жатқандықтан, қаражатыңызды қорғау үшін әлбетте құрылыс сейсмикалық қорғаныс панельдерімен міндетті түрде жабдықталуы тиіс. Фотосурет шамамен 1 жылдан кейін түсірілді. Және бұл жоғарыдан төмен көрініс. Құрылыстың ауқымынан мәлімет бере кетейін. Ғимараттың биіктігі 80 метр және ені 120 метр. Нәтижесінде ғимарат жер бетінен 80 метр жоғары болады. Құрылыс бетонның үлкен мөлшерін және 7,5 мың тонна болатты қамтиды. Мен әрдайым бұл Уэмбли стадионына ұқсайды деп айтам. Мұнда болаттың саны да Уэмблдегідей және Уэмбли сияқты оның құны бюджеттен 2 есе артық. Сондай-ақ құрылыс мерзімі де 2 есе кешіктірілуде. Бірақ бұл реактор аяқталады. Енді ол жер үстінен баяу бой түзеуде. Қазірдің өзінде сіз осы құрылғының кескінін көре аласыз. Барлық мына сым ұяшықтары катушкалар орнатылатын жерде тұрады. Бұл катушкалар дөңгелекке орнатылып, магниттік торды қалыптастырғанын елестете аласыз. Ортасына плазмада индукциялық ток тудыратын соленоид жайғастырылады. Біртіндеп мұның бәрі токомак жобасында іске асырылған плазма ұстағыш құрылғы түрінде болады. ИТЕРді жинау қазірдің өзінде үлкен мәселе. Мысалы, үлкен катушкалардың қажет болуына байланысты. Мұндай катушкалар қазір бүкіл әлемде шығарылатынына қарамастан, оларды алдымен Марсель портына, содан кейін порттан шамамен 60 миль алыста орналасқан құрылыс алаңына жеткізу керек. Бұл әрекетті орындау үшін сағатына 6,5 шақырым жылдамдықпен қозғалатын 800 тоннаға дейін жүк көтеретін дөңгелектер қозғалысының 32 осі бар жануарға катушкаларды тиеуіңіз керек. Яғни оны жеткізу үшін 4 түн қажет болады. Олар түнде тасымалдаумен айналысады, әйтпесе француз фермерлері жұмыс істей алмайды. Бастапқыда айтқанымдай, бұл көп қатысушысы бар өте үлкен жоба. Бұл тек жоба дәл орындалатындығын білдіреді. Дегенмен бұл құрылыс процесін қиындатады ма? Иә, қиындық тудырады. Барлық әріптестер өздерінің зияткерлік меншіктерінің бір бөлігін оны қалай жұмыс істейтінін және оны қалай жасау керектігін түсіну үшін сақтап қалғысы келеді. Мәселен, егер ИТЕР жұмыс істесе, қатысушы елдердің әрқайсысы өз электр станциясын орнатуды қалайды. Олар ИТЕР конструкциясында пайдаланған үшін ғана ақштан катушкаларға тапсырыс бергісі келмейді. Бұл қоғамдық игілікке ие ашық жоба. Зияткерлік меншік.
Теориялық тұрғыда жақсы естіледі, бірақ іс жүзінде бәрі де керемет емес. Егер сіз кез келген саналы адам секілді құрастыру жобасын жоспарласаңыз, және сізге мәселен 18 катушка қажет болса, катушкаларды мысал ретінде қолданам. Себебі олар жобаның ең үлкен бөліктерінің бірі. Сонымен сізге 18 бөлік керек. Ал сіз инжинирингтік компанияға барасыз, және сол сипаттамаға сәйкес сіз 18-не тапсырыс бересіз. Бірақ біздің жобамыз олай жұмыс істемейді, өйткені барлық әріптестер өз үлесін алғысы келеді. Осылайша орталықтандырылған жобаның орнына әртүрлі елдерде осы катушкалар жинайтын бірнеше орын бар. Олар түптің түбінде бірыңғай сипаттамаға сәйкес келеді. Содан кейін сіз спецификацияның дұрыс орындалуын қамтамасыз ету үшін заңдық ережелерді енгізесіз. Егер жоқ болса, кім жауапты екенін анықтайды. Сондықтан ол әлдеқайда күрделене түседі. Мен мысал ретінде катушканы қолданамын. Мұнда өткізгіштермен тағы бір мысал бар. Бұл кез келген жоғары өткізгіштің ең үлкен сатып алу оқиғасы. Оны 7 серіктес елдің 6 компаниясы шығарады. Өндірістен шыққан өткізгіш орауыш шығарылатын жерге жіберіледі. Ал катушкаларға арналған корпус басқа жерлерде жиналады. Содан кейін барлық өнім әрқайсысы бөлек жерде орнатылған 2 үлкен пешке аттандырылып қыздырылады. Сол себепті мақұлданған жобаның талаптарын қанағаттандыру үшін қайталанатын жұмыс көлеміне ие боламыз. Мен сізге бірнеше мысалдар келтірейін. Бұл Флорида штатындағы жоғары өткізгіш катушкалар өндірісіне арналған өндірістік желі. Бұл өздігінен маңызды инженерлік жоба болып табылатын сымдарды оқшаулау үшін 800 метрлік жоғары технологиялық желі. Ал мынау Қытайдағы оның баламасы. Сондықтан жобаны бір емес бірнеше рет іске асырасыз. Жоғары өткізгіш сымды жасағаннан кейін оны қыздыру қажет. Мұны жүзеге асыру үшін сізге катушка кіре алатындай үлкен пеш қажет. Оның өлшемдері 50-де 20 метр. Пештің өзі оны іске асыру үшін бірнеше жыл талап ететін жеке инженерлік жоба. Бізге осында 2 пеш қажет. Көптеген серіктестер қатысатын жобаның қаншалықты күрделі екенін енді түсінген боларсыз. Үлкен ғылымның үлкен әлеуеті бар, бірақ оны іске асыру өте қиын. Сайып келгенде реактордың мақсаты кірісіне қарағанда 10 есе көп энергия шығару. Мысалы, сіз бірінші кезекте отынды жылыту үшін 50 мегаватт пайдалануыңыз керек. Отын ыстық болады, және реакция басталғаннан кейін реактор шамамен 500 мегаватт шығарады. Олардың 100 мегаватты гелий-4 альфа бөлшектерімен өндіріледі. Ол зарядталады, сондықтан магнит өрісі сезіледі. Магнит өрісі оны ұстап қалуы мүмкін. Мәселен, реакция нәтижесінде пайда болған бұл 100 мегаватт өрісте ұсталып, реактордағы отынды қыздырады. Синтез реакциясы отынның қалған бөлігінен әлдеқайда жоғары температураға ие. Бөлшектердің қақтығыстар арқылы энергия қалған отынға ауысады. Бұл өзін-өзі жылыту деп аталады. Бұл жетістікке жету үшін біраз күш салу қажет, бірақ мұны кейін өздігінен қыздыру басталады. 400 мегаватты құрайтын қалған энергиялар нейтроннан қалыптасады. Нейтрондар бейтарап. Олар магнит өрісінен сезімтал емес. Олар реакторды тастап кетеді. Содан кейін бұл нейтрондар суды қоршау қабат арқылы жұтып, суды буға айналдырады. Ал бу турбиналарды ядролық реактор немесе көмірмен жұмыс істейтін электр станциясы сияқты бірдей етіп айналдырады. Осылайша олардың тиімділігі шамамен бірдей. ИТЕРден кейін не болады? Мен айтып өткенімдей, ИТЕР халықты энергиямен қамтамасыз етуге арналмаған, жай ғана эксперимент. Дегенмен кейінгі машина қамтамасыз етеді деп жоспарлап отырмыз. Оның әлеуетін арттыру жөніндегі жобаларымыз бар. ИТЕР 500 мегаватт бойынша бағаланды. Бұл көп емес. Шын мәнінде бұл реакторлар үшін өте аз. Орташа ядролық немесе көмір электр станциясы әдетте 1 немесе 2 гигабайтты құрайды. Бізге көбірек қажет. Осылайша біз қолайлы шарттарды және тиісті инвестициялармен 2050 жылға қарай салуымызға болатын демонстрациялық реакторлық жобамыз бар. Бұл ИТЕРдан сәл үлкенірек. ИТЕР үлкен жоба, бірақ біз жоспарлап отырған жоба одан да ауқымдырақ. Шамамен 3-тен 1-ін алатын үлкен жоба. Осылайша жоба ауқымды болады және энергияны көп бөліп шығарады. Мұндай реактор энергияны гигаваттпен алу үшін салынғанын елестетіп көріңізші. Алайда бұл өте қымбат жоба, ондаған миллиард долларға түседі. Сондықтан Ұлыбританияда параллельді түрде аз көлемді және қымбат термоядролық реакторды құру мүмкіндігі зерттелуде.
Егер итер жұмыс істесе және бұл біздің теорияның практикалық дәлелі болса, онда бұл машинаны ықшамдау мүмкін бе? Біз қазіргі уақытта түрлі идеяларды зерттеу үстіндеміз. Біз жоғары температурада отын сақтай алатынын көру үшін Оксфордширдегі жақсы бір нұсқасын аяқтадық. Естеріңізге сала кетейік. Шұғылалы күннен 10 есе ыстық жинақы реактор. Осыған байланысты кейбір мәселелер бар. Бұл өте жоғары температура. Көп мәртелік ғарыш кемесіне ұшырасатын температурадан да едәуір жоғары. Қандай температурамен жұмыс жасалатындығы туралы сәл мағлұмат алған шығарсыз. Бізде бұл мәселені шешу туралы идеялар бар. Осымен айналысып жатырмыз. Кейбір идеяларды тексерудеміз. Осымен аяқтаймын. Мен термоядролық синтезді қауіпсіз деп айта аламын. Бұдан кейін радиоактивті қалдықтардың ұзаққа созылуы байқалмайды. Мұнда салыстырмалы түрде көп отын бар және одан көміртек пайда болмайды. Ол үздіксіз жұмыс істей алады, яғни ол басқа жаңартылатын энергия көздеріне ұқсамайды. Тек күн шыққанша немесе жел пайда болғанша күту керек. Термоэлемент реакторы үздіксіз жұмыс істей алады және ол көп орынға жететпейді. Бірақ оны дамыту өте қиын. Эддингтон бір ғасыр бұрын біз кейде адам бір кездері энергия шығаруды үйреніп, оны қажетіне қолданатындығын армандаймыз деді. Бүгінгі күні де бұл арман бар. Біз оны әлі күнге дейін іске асыруға тырысудамыз. Бізге тек жұмысты соңына дейін жеткізу қажет. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Видео халық қайырымдылық қоры қолдауымен аударылып дыбысталған.